Сөмке қазіргі заманға адамның ең қажетті заты, әсіресе әйел қыздардың. Мен қазір сіздерге сөмкеде қандай заттарды мүлде салып жүруге болмайтынын айтатын боламын. Бұл заттарды сөмкеңізге салып жүрсеңіз, өміріңізде үлкен сәтсіздіктер, қолайсыз жағдайлар болуы мүмкін. Бұл сөзіме сенбеуіңіз де мүмкін, бірақ шындығында солай болуы хақ. Әсіресе сезімтал жандардың өмірінде солай болуы мүмкін. Қазіргі заманда сезімтал адамдар көп кездеседі. Сонымен бірінші кезекте сөмкеге не салып жүруге болмайды? Бұл чектер. Қандай да бір сауда жасаған тауарыңыздың немесе басқа да чектер болсын. Ол чектер сіздің табыс кірісіңіздің жолын жауып тастайды. Сәттіліктің жолын бөгейді. Себебі чек финанстық құжат сияқты. Оны егер қажет болып жатса, басқа жерде сақтағаныңыз дұрыс. Тек сөмкеңізде қалдырмаңыз. Сөмкеде сақтауға, салуға болмайтын екінші зат ол ұсақ тиындар. Мысалы, дүкенге барған кезде сізге қайтарымға ұсақ тиындар берілсе, сөмкеңізге сала саласыз. Ол тиындар сөмкеңіздің түбінде жатады. Сөмке түбінде шашылып жатқан тиындар да сіздің қаржы табыс жолыңызды жауып тастайды. Ондай ұсақ тиындарды тек әмияныңызға салыңыз. Ақша мен тиынның тұрар орны әмиян ғана. Тағы бір айтарым, қонаққа барғанда я болмаса басқа бір жерде сөмкеңізді еденге қоя салмаңыз. Себебі бұл әрекетте қаржыңыздың, табысыңыздың берекесіз болуына әкелуі әбден мүмкін. Себебі бұл ырым ескіден келе жатқан ырымдардың бірі. Ақшаңыз көп, табысты болыңыз. Табысыңыздың берекесін берсін.